1961-1962 жылдары салынған Алматы қаласындағы 26 үйдің шатыры, кіре берісі, жертөлесі, сыртқы келбеті толық жөндеуден өтті. 2020 жылға дейін қаладағы 7700 көп қабатты баспананың 4450-не жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Аталған мақсатқа Алматы тұрғын үй мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны жыл сайын 2 миллиард теңге қаржы бөлуде. Тұрғындар үкімет тарапынан бөлінген қаржыны 7 жыл көлемінде 0,5% үстемемен өтеулері тиіс. Әбден тозығы жеткен кейбір баспаналардың шатыры, терезелері, лифті алмастырылуда. 15 тамызда басталған жөндеу жұмыстары жылу беру жүйесі іске қосылғанға дейін жалғасады. Алғашқы жөндеу жұмыстары Бостандық, Әуезов, Түрксіб ауданындағы үйлерде жүргізіледі. Көп қабатты бір үйде жөндеу жұмыстарына шамамен 9-10 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсалады. Бұл инженерлік жүйені қоспағандағы көрсеткіш. Ал инженерлік жүйені жөндеуге қосымша 3,5 миллион теңге қажет. Әрбір үйге, бір пәтерлік үйге төлейтін ақшасы 1,5 мың теңгеден кейін 3 бөлмелік пәтер 3,5 мыңдай теңге болады. Биыл 47 үй, келесі жылы 130 ремонтын жасайық деп отырмыз. Алматы қаласының өзі әдемі қалаға үлкен бір көрік беріп тұр. Себебі мына қарасаңызда бір жаңа бір ауданға келген сияқты болып жатыр. Сапасы көңілден шығып жатыр. Өйткені біздің осыларда инициативный группа деген болады. Топтар әр үйден өзімізден шығардық. Солардың строительный құрылыс мамандықтары бар адамдарды, экономист мамандықтары бар адамдарды олар өздері қатар жаңағы компаниямен бірге жүріп, бірлесіп жүріп, солардың кем-кетіктерін суретке түсіріп, оны екінші рет қайтадан көрсетіп, сол жерді қайтадан жасатып жатыр.